Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге жаңашыл бағдарламаның түрін көрсеткім келіп тұр. Бұл бағдарлама Zipgrade деп аталады. Яғни Zipgrade бағдарламасының тиімділігі өте оңай жұмыс жасалады. Үй тапсырмасын сұрауда және де өткен сабақты бекітуде, тест тапсырмаларын бергенде жауаптарды осындай бланкіге жаза отырып, оқушылардың жауабын осы бағдарлама өз тексеріп береді. Бұл бағдарламамен қалай жұмыс жасау керектігін көру үшін каналға жазылып, видеоны соңына дейін көріңіздер. Ендеше бастайық. Zipgrade бағдарламасын Play Marketке кіріп, App Storeға кіріп, Zipgrade деп жазамыз. Сосын скачать етіп аламыз, соткаға тартып. Соткадан шығады ғой, соның үстін басамыз. Бізде осындай бет ашылды. Енді әрі қарай New Quiz дегенді басамыз. New дегенді басамыз. Мына жерде name деп тұр, осыған атын жазамыз. Біздегі мысалы тарих дей салсақ болады. Пәніңіздің атын жазсаңыз да болады. Одан кейін answer sheet дегенді бассақ үстін 20 сұрақ, 50 сұрақ немесе 100 сұрақ құрастыруға болады дейді. Мен 20 сұрақ деген таңдаймын. Әрі қарай бізде күні жазылып тұр. Сосын grade quiz дегенді басамыз. Яғни бізде осындай ең алдымен ол үшін біз жаңағыдай оқушыға берген бағанағы бланкымызды енді тексеру үшін кілт жасауымыз керек. Яғни edit key дегенді басамыз. Өзіміз тест құрастырамыз ғой, сол тесттің жауаптарын, яғни 1-де А, 2-де В деп дұрыс жауаптарын осы жерге алып келіп қоямыз. Мысалы 1-де А, 2-де В, 3-де С дұрыс жауабы, 4-де А, 5-де А деген сияқты алып, өсіп жазып аламыз. 10 сұрақ құрастыруға болады, 15 сұрақ құрастыруға болады, яғни өздеріңіз білесіздер. Әрі қарай назад барамыз, яғни edit quiz menu. Енді осы бланкіні қалай шығарамыз? Ол үшін мына жердегі 3 сызықшаны басамыз. Осы жерден get answer sheets деп тұрғанды басамыз. 20 деген таңдаймыз. Үстін басқан кезде осындай бізде шығады, яғни WhatsApp-пен немесе Telegram-мен өзіңіздің группаға жіберіп, сосын жаңа WhatsApp арқылы кіріп, распечатать етіп аласыз. Яғни шығарып аласыз да оқушыларға бере бересіз. Оқушы мына жерде name дегенге аты жөнін жазады. Сұрақты оқып, мысалы 1-де А, 2-де Б деп өзі дұрыс деген жауаптарды белгілеп шығады. Оқушыға берген бланкіні тексеру үшін scan paper дегенді басамыз. Сол кезде мына қараға 4 жағы сәйкес келу керек ровно. Міне шықты. Айдос 10-да біреу ғана дұрыс екен, яғни 10%. Осылайдан барлығы шығады. Одан кейін мысалы келесі оқушыны белгілейтін болсаңыз, назад барасыз, қайтадан осы scan paper дегенді басып, келесі оқушыны да дәл осылай тексере бересіздер. Осылай бірден шығады негізі. Осылай барлығы тексере бересіздер. Ең соңында мысалы студенттердің осылай дұрыс жауап бергендері барлығы осы жақта шығады. Бұл бағдарлама көбінесе жоғары сынып оқушыларына өте қажет бағдарлама. Яғни тест тапсырмаларын бергенде, жаңағыдай өткен сабақты қайталағанға өте жақсы бағдарлама.